Сәлеметсіздер ме? Инклюзивті білім беру пәнінің кезекті сабағын бастаймыз. Пән оқытушысы Мұратқызы Арман. Сабақтың тақырыбы сөйлеу тілінің бұзылыстары бар балалармен жүргізілетін заманауи әдістер. Қарастыратын сұрақтарымыз: бірінші, тіл кемістігі туралы түсінік. Екінші, сөйлеудің бұзылу себептері. Үшінші, сөйлеу тіліндегі кемістіктердің түрлері. Төртінші, сөйлеу тілінде кемістігі бар балалардың коммуникативтік дағдыларын қалыптастырудың заманауи әдістері. Тіл кемістігі және оны жоюдың әдістері мен қағидаларын зерттейтін сала логопедия деп аталады. Сөйлеу тілінің орташа және күрделі бұзылыстары бар балалар бұл есту қабілеті сақталған, сөйлеуінде айтарлықтай ақауы бар, дамуы кешеуілденген ерекше санаттағы балалар болып табылады. Тіл бұзылуының себептері екіге бөлінеді: органикалық және функционалдық. Органикалық бұзылу бұл түрлі зақымдардың нәтижесінде тіл аппараты мен жүйке жүйесі бөлімдерінің бұзылуы болып табылатын болса, функционалдық мұнда органикалық зақымдану болмайды, тек сөйлеу механизмдерінің функциясы ғана бұзылады. Сөйлеудегі бұзылулар келесі топтарға бөлінеді. Біріншісі, фонетикалық бұзылулар. Бұған бір дыбысты немесе бір топқа жататын дыбыстарды айта алмау, ызың, шұғыл, тіл ортасы, тіл алды дыбыстардың бұзылуы, дауыссыз дыбыстар, қатаң, ұяң, үнді дыбыстарының айтылуының бұзылуы, дыбыстарды дұрыс қабылдау қабілетінің бұзылуы жатады. Екіншісі, лексикалық, грамматикалық бұзылулар. Бұл шектеулі сөздік қор, фразадағы және сөйлемдегі сөздердің өзара қиыспауы, шылау мен жалғау, жұрнақтарды қате қолдану, сөйлеудің жалпы жетілмеуі болып табылады. Үшіншісі, әуендік, екпіндік бұзылулар. Бұған екпінді дұрыс қоймау, дауыстың күші мен жоғарылығы, тембрінің бұзылуы болып табылады. Төртіншісі, қарқындық, ырғақтық бұзылулар болып табылады. Бұл мидағы қозу үдерістерінің басымдылығымен байланысты болатын шапшаң қарқын брахилалия, тежелу үдерістері басым болатын баяу қарқын брадилалия, үзік-үзік қарқын, қажетсіз паузалар, кекештену, құрысу сипатындағы тұтығу мен кекештік болып табылады екен. Бесіншісі, жазба тілінің бұзылуы. Жазба тілінің бұзылуы өз ішінде екіге бөлінеді: жазудағы бұзылулар және оқудағы бұзылулар деп. Жазудағы бұзылуларға толық жазбау, сөздегі әріптерді тастап кету немесе шатастыру, сөйлеудегі сөздердің өзара қиыспауы мен орындарының ауысуы, жазу жолынан шығып кету болатын болса, оқудағы бұзылуларға дыбыстарды алмастыру мен шатастыру, әріптеп оқу, сөздің дыбыстық буындық құрамын бұрмалау, оқылғанды түсінбеудің бұзылуы болып табылады. Ең ақырғы алтыншысы, сөйлеудің жүйелі бұзылуы. Сөйлеудің жүйелі бұзылуы бұл сөйлеу мүмкін емес немесе былдырлау мүмкіндігі ғана болады. Оған алалия мен афазия жатады екен. Сөйлеу тіліндегі мүкістер бірнеше түрге бөлінеді. Соның біріншісі бұл дислалия. Дислалия сөйлеу мүшелерінің анатомиялық кемістіктерінен дыбыстарының бұзылып айтылуын сипаттайды. Дислалия сөйлеу тіліндегі ең көп тараған мүкістер болып табылады. Пайда болу себептеріне қарай дислалия механикалық және функционалдық болып екіге бөлінеді. Дислалия сөйлеу тіліндегі бұзылған дыбыстардың санына қарай қарапайым және күрделі болып екіге бөлінеді. Егер баланың сөйлеу тілінде мүкістердің саны 4 дыбысқа дейін байқалатын болса, онда оны қарапайым дислалия деп атайды. Ал егер 5 және одан да көп болса, онда оны күрделі дислалия деп атайды. Сөйлеу тіліндегі дыбыстардың мүкістік ерекшеліктеріне қарай дислалияның бірнеше түрлері бар екен. Оған біріншісі сигматизм, ызың дыбыстар с, з, ч, ш, ц, ж, ш дыбыстарының айтылуындағы мүкістіктер. Екінші ротацизм, р дыбысының айтылуындағы мүкістік. Үшіншісі ламбацизм, л дыбысының айтылуындағы мүкістік. Төртіншісі каппацизм, к дыбысының айтылуындағы мүкістік. Бесіншісі гаммацизм, г дыбысының айтылуындағы мүкістік. Алтыншысы хитизм, х дыбысының айтылуындағы мүкістік. Жетіншісі йотацизм, и дыбысының айтылуындағы мүкістіктер жатады. Келесі екіншісі түрі риналалия. Риналалия ауыз бен мұрын қуыстарының дұрыс қызмет етпеу нәтижесінде дауыс құбылысының өзгеруі мен сөйлеген уақытта дыбыстың бөлінуі болып табылады. Риналалияның екі түрі бар: ашық риналалия және жабық риналалия. Ашық риналалия сөйлеген уақытта
ауа ауыз және мұрын қуысы арқылы өтеді. Жабық риналалияда ауа тек ауыз арқылы өтеді. Бұл әсіресе М, Н әріптерін айтқанда білінеді екен. Ашық риналалияның себептері бұған таңдайдың бөлінуі, жұқа таңдайдың қысқалығы, таңдай параличі жатады. Жабық риналалияның себептері мұрын қуысының бітелуі, мұрын қуысындағы ісіктер, мұрын қалқасының қисайып қалуы. Риналалик балалар өте әлсіз болады, осының өзі олардың сөйлеуінің дамуына кері әсер етеді. Келесі түрі алалия. Алалия грек сөзі, қолдануға жарамайтын болымсыз тіл деген мағынаны білдіреді. Демек, алалия деген ұғымға баланың құрсақтағы немесе тілі шыққан нәрестелік даму кезеңінде бас миы мен қабыршағының сөйлеу тілін қалыптастырып жетілдіретін аймағының органикалық зақымдануы болып табылады. Сөйлеу тілінің мұншалықты бұзылуына негізінен орталық жүйке жүйесінің зақымдануы себеп болады. Алалия екіге бөлінеді: моторлы алалия және сенсорлы алалия. Моторлы алалияда сөйлеу тілінің қимылдатып қозғалысқа келтіріп тұратын анализаторлардың қызметі бұзылады. Моторлы алалик балаларда назар аудару, көңіл қою, зер салу, ықыласпен қарау, ескеру және есте сақтау қабілеттерінің деңгейі төмен болады. Сенсорлы алалия сөйлеу тілін түсініп ұғынудың және сезіп түсінуінің бұзылуы сенсорлы алалияның ең басты сипаты болып табылады. Алайда сенсорлы алалияда есту қабілеті толық сақталады. Келесі түрі бұл тұтығудың негізгі себептері мен тұтығудың түрлері. Тұтығудың негізгі белгісі бұл тырысу. Тұтығу үш түрге бөлінеді: клоникалық, тоникалық және аралас болып. Енді осыған байланысты тілінде кемістігі бар балалардың коммуникативтік дағдыларын қалыптастырудың жаңа әдістерін қарастырайық. Бірінші жаңа әдістердің топтамасына тыныс алу жаттығулары жатады екен. Тыныс алу жаттығулары дегеніміз ауа мен емделуді дұрыс пайдалана білу, тыныс алу мүшелерінің жұмысын жақсартуды көздейтін жаттығулар. Тыныс алу жаттығуларының мақсаты баланың тілдік тыныс алуын дамыту. Тыныс алу жаттығуларының кең тараған түрлеріне гүлдерді иіскейік, ғарышкерлер, көбелектерді ұшырамыз, ыстық сүт немесе ыстық шай ішейік, футбол ойнаймыз, сабын көбіршігін ұшырайық, шарларды үрлейік, қолымызды жылытайық деген жаттығулар жатады. Екінші бұл суджок терапиясы. 20 ғасырдың аяғында Сеул халық университетінің профессоры Пак Дживун өзінің шығыс медицинасын зерттеу жұмысы барысындағы жаңалық ретінде адамдардың өзін-өзі түрлі кеселдерден емдей алатындай ерекше әдістемелерін паш етті. Ол әдістеме суджок, корей тілінен аударғанда су, алақан, джок, табан дегенді білдіреді. Суджок терапиясын пайдалана отырып, бұдыр-бұдыр шарлармен, қыры бар қарындашпен екі алақанның ортасына салып айландыру арқылы жұмыс жасаймыз. Шармен массаж жасау, шарды екі алақанның арасына салып айландырып, балалардың қолдың бұлшық еттерін массаж арқылы дамытуға болады. Серпінді сақинамен сылау ішкі органдардың жұмысын ынталандыруға көмектеседі екен. Келесі түрі бұл мнемотехника. Мнемотехника грек тілінен аударғанда есте сақтау өнері, есте сақтау технологиясы дегенді білдіреді. Бұл ақпаратты табысты және тиімді есте сақтауды қамтамасыз ететін әдістер мен тәсілдер жүйесі. Бұл технологияның басты идеясы әрбір сөзге немесе сөз тіркесіне суреттерді салу және барлық мәтін схемалық түрде бейнелеу. Кез келген әңгіме, ертегі, мақал-мәтелдер, өлеңдерді суреттермен немесе символдық белгілермен жазуға болады. Мнемотаблицалардың көмегімен баланың тілінің лексикалық грамматикалық байланысын, ойын жеткізу, қабылдау және мәнерлілік саласында сөйлеудің дыбыстық жағын жетілдіруге болады екен. Келесі түрі бұл трис технологиясы. Трис технологиясы баланы шығармашылыққа және шығармашылық тапсырмаларды орындауға жүйелі жетелейтін, оның бойында шығармашылық қажеттілікті дамытып, қызығушылығына сүйене отырып, жүйелі түрде тілін дамытуға бағытталған технологияның бір түрі болып табылады. Трис технологиясының басты негізгі үш әдісі бар. Ол жүйелік жақындау, екіншісі топтастыру, үшіншісі миға шабуыл әдістері. Келесі заманауи әдістің түрі бұл арт-терапия деп аталады. Арт-терапия бұл өнер арқылы терапия жүргізу дегенді білдіреді.
Сөйлеу бұзылыстары бар балалардың көпшілігі стресс жағдайында алаңдаушылық сезімін бастан кешіреді. Осындай жағдайда арт-терапияны жүргізу өте тиімді болып табылады. Арт-терапия арқылы балалардың қолдың ұсақ моторикасын дамытуға болады. Осы жағдайда қолдың ұсақ моторикасын дамытуға арналған жаттығулардың келесідей түрлері бар. Біріншісі саусақ ойындары. Оған отырып ойнайтын саусақ ойындары, дененің барлық мүшелері қатысып секіру арқылы жасалынатын жаттығулар, бір орында жүгіру, қол, аяқ, бас қимылдары бар ойындар жатады екен. Екіншісі саусақ жаттығулары. Оған графикалық диктанттар, графикалық жаттығулар, тапсырмалар жатады. Үшіншісі саусақ гимнастикасы. Төртіншісі құм терапиясы, бесіншісі сурет терапиясы. Келесі заманауи әдістердің түріне логарифмикалық ойындар мен жаттығуларды жатқызамыз. Логарифмикалық ойындар мен жаттығулар дегеніміз әуен ырғағымен және сөзбен үйлескен қимылдар жүйесі. Түзету жұмыстарында логарифмикалық ойындар мен жаттығулардың атқаратын қызметі өте зор. Соған орай логарифмикалық жаттығулар 4 топқа бөлінеді. Біріншісі музыкамен жасалынатын жаттығулар, екіншісі есептеу бойынша жүргізілетін жаттығулар, үшіншісі сөздік сүйемелдеу жаттығулары, төртіншісі поэтикалық сүйемелдеу жаттығулары болып табылады екен. Қазіргі таңда сөйлеу тілі күрделі бұзылған оқушылар үшін сыныптың топтасуы 12 баладан аспайды. Ал жалпы білім беретін мектептерде 3-4 баладан аспау керек. Енді назарларыңызға тілінде кемістігі бар балалар мен логопедтің жүргізген жаттығулар жұмысын тамашалаңыздар. Кәне біз артикуляциялық жаттығуларды балалар денемізді тік ұстап, айнаға қарап жасаймыз. Бірінші жаттығу ол ат шауып келеді. Жақсы. Екінші жаттығу сағат тілі. Тілімізді оңға, солға қимылдатамыз. Сауал жаттығуын жасау үшін ең алдымен терең тыныс аламыз да ауыздан шығарамыз. Тәлім 3 рет. Жақсы бала. Енді алдымызда стаканчикті аламыз да терең тыныс алып үрлейміз. Үрлейміз. Жақсы бала. Ұсақ қол моторикасын дамыту арқылы біз тілімізді тез дамытамыз. Және қолымызға жіпті алайық. Осы жіптерге бұл жіптарды бізді аламыз. Анамызға моншақ жасаймыз балалар. Жақсы, өте жақсы, моншақтарды әдемілеп тіземіз. Дұрыс. Күн сабақ екен. Өте жақсы. Өте жақсы. Ламира, сен не сурет? Өте жақсы. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.